Ал құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың бастамасы бөлімнің ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға, ойларын жинақтатып, көтеріңкі көңіл күй сыйлауға. Ортаға шығамыз барымыз. Мен елімді сүйемін, реңді ұйымдастырып, ортаға шығып, домалауға сұрауға. Мен сіздерге айтып тұрамын. Сіздер сол нәрсені жасайсыздар, домалауға. Жақыныңызда бір-бірлерді жинақтатып. Сұрақтарды оқиын, сіздер сол нәрсені жасайсыздар. Егер сіздің досыңыз болса, көршіңіздің басын сипаңыз. Көршіңіздің басын сипаңыз. Егер сіздің үйіңізде гүл болса, өз басыңызды сипаңыз. Егер сіз иттерді жақсы көрсеңіз, көршіңізді құшақтаңыз. Егер сіз құстарды жақсы көрсеңіз, қолыңызды созып, құстарша қанаттаңыз. Егер сіз өз мектебіңізді жақсы көрсеңіз, аяғыңызды жерге ұрыңыз. Егер сіз отаныңызды жақсы көрсеңіз, алақандарыңызды соғыңыздар. Құрметті оқушылар, енді екі топқа бөлініп алайық. Алдарыңызда екі ойға тұрып. Тобымыз Бауыржан Момышұлы, бірінші топтағылар. Екінші тобымыз Рахымжан. Ал құрметті оқушылар, екі топқа бөлініп алдық. Бүгінгі үй тапсырмасыны мынандай бағалау отау, қазақ халқының отауы арқылы 10 баллдық шкаламен бағалап отырасыздар өздеріңіз. Әркім өздері бағалап отырып, қазір тапсырмаларды сіздерге беремін. Құрметті оқушылар, үй тапсырмасының сұрақтары серпілген сауалға әдісі арқылы сұрайды. Бірінші сұрақ. Кеңес одағының батыры, батальон командирі кім? Қайсы топ жауап береді? Бауыржан Момышұлы. Өте дұрыс. Бауыржан Момышұлы туралы қысқаша айтып кетші, не білеміз Бауыржан Момышұлы туралы? Бауыржан Момышұлы кеңес одағының батыры. Ол қазіргі кезде көптеген оның атына көшелер және мектептер ашылған. Ол 1910 жылы туылған және ол командир болып Ұлы Отан соғысында ардагер атанған. Не үшін оның атына көшелер берілген? Себебі ол халық батыры атанған. Совет одағының батыры атанған. Солдат белгілері туралы не білеміз? Бауыржан Момышұлы. Ауылы ауысына дүниеге келген, ол үшінші болып жұмыс істеген және совет үкіметінің екі батыр атанған. Өте дұрыс. Жақсы керемет. Төртінші Ресторка ту тіккен кеңес одағының батыры. Рахымжан Қошқарбаев ол 1924 жылы Ақмола облысы Ақмола ауданында Тайтөбе ауылында дүниеге келеді. Ол кеңес одағының батыры болып есептелді. Ол және Берлинде Ресторка ту тіккен. Рахымжан Қошқарбаевтың жанында тағы кім болған? Булгаков деген Қазақстанның азаматы. Ал құрметті оқушылар, бүгінгі күнді қоямыз. Бүгінгі тақырыбымыз қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысы шайқастарына қатысуы деген тақырып. Жазып аламыз дәптерге тез-тез. Атанған пулеметші Мәншүк Мәметова мен Мерген Әлиямұлдақұлы кеңес одағының батыры атағына ие болды. Отандық ұшқыш Қимат Досмановаға тәуелсіздік жылдары елбасы жарлығымен Қазақстанның халық қаһарманы атағы берілді. Құрметті оқушылар, жаңа видеороликтен тамаша болдық. Қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қанша қазақстандық қатысқаны туралы Совет одағының Қазақстан территориясынан барған Ұлы Отан соғысы ардагерлері 500-ге жақын Совет одағының батыры атанған. Соның 497 қазақстандық болатын болса, 97-сі Қазақстанның ішінде. Қалған Совет одағының батырлары біз өзіміздің туылып өскен жерде тұрған. Кіммен? Қандай батыр білеміз? Совет одағының батыры Қорғанбай Рысбековті білеміз. Дұрыс па? Енді соның ішінде партизандар арасында 3,5 мыңға жақын партизан қазақстандық соғысқа қатысқан. Одан басқа біздің ауылымыздан осы жерден кеткен қаншама біздің аталарымыз сол жерге барып, соғысқа барып, қатысып, одан аман сау қайтқандар осы біздің мектебімізде істеген ұстаздар да бар, сіздер білесіздер. Осы мына арамызда сол кісілердің немерелері оқып жатыр қазіргі таңда, білеміз. Біз мына батырлық, яғни отанға деген махаббатымызды неғуымыз керек, күшейтуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек. Оқушылар мына біздің тақырыбымызда Совет одағының батыры Бауыржан Момышұлыға арналады. Қараңыздар, Бауыржан Момышұлының 1910 жылы
24 желтоқсанда Жамбыл облысының Жылы ауданында Көкбастау ауылында туған Дулат тайпасынан Шымыр руынан Имаш баласы 1911 жылы 92 жасында дүниеден өткен екен. Әкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан, Кирилл алфавитімен оқуды меңгерген. Сол кезеңдегі көзі қарақты адамдардың бірі болды. Ел арасында ағаш ұстасы және етікші жарлығымен танымал болатын. Имаш атасы Қартайған кезінде барлық шаруашылықта Момыш ұлына табыстаған. Оны жерде көріп тұрғандарыңыз, Айбын орденінің дәрежелеріне 3 батырдың есімі берілді. Бұдан бұрын орденінің бірінші дәрежесіне Сағадат Нұрмағамбет, екінші дәрежесіне Бауыржан Момышұлының, үшінші дәрежесіне Рахымжан Қошқарбаевтың есімдері берілді. Қазақ батыр жазушы. Және туылған жылы 1910 жыл 1982 жылы арасында өмір сүрген екен. Батыр майданда 16 армияның 316-шы 1941 жылдың қарашасынан бастап 8-ші гвардиялық қызыл ту атқыштар дивизиясы 1073-ші атқыштар полкының 1941 жылдың қарашасында 19-ші гвардия полкі және батальон командирі болған екен. Бауыржан атамыздың бізге жеткізген нақыл сөздері тыл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің салт санасының негізі өнегесі нағыз белгісі. Ана тілімізге мән бермеушілік, оны құрметтемеу, шынайы патриоттар тәрбиелеу жұмысына үлкен зиян. 3 нәрседен қорқамын дейді. Біріншісі, баласына 5 жырын айта алмайтын анадан, екіншісіне бір-бірімен қазақша сөйлей алмайтын қазақтан, үшіншісі немересіне ертегі айтпайтын әжеден, Бауыржан Момышұлы. Ұлттық рух, ұлы адамның және тұтастай алғанда ұлттың да асыл қасиеті дейді. Ұлт мақтаныш, ұлт ішіндегі жеке адам үшін мызғымас әрі қасиетті заң деп Бауыржан Момышұлы атамыздың осы нақыл сөздер бізге жетіп келген. Мәтінмен жұмыс, зерттеумен талдау. Екінші тапсырма, фишбол әдісі арқылы тақырыпты анықтау, баға беру. Бірінші топқа Мәскеу үшін шайқас, ұлы отан соғысының басталуы, Ленинград шайқасы, қазақстандықтардың жауынгерліктерінің ерліктері. Екінші топқа Сталинград шайқасы, қаһарман партизандар, Берлинге бағыт, қазақстандық кеңес одағының батырлары. Алдымызға қағаз бердік. Соған балық қаңқасы арқылы, фишбол әдісі арқылы сызамыз. Бастаймыз. Бірінші балық қаңқасы сызуында сызбамыз. Сосын сұрақты. Оқушылар, қайсы топ дайын? Рахымжан Қошқарбаев, дайынсыздар ма? Шығамыз тез. 1930 жылы Полшаға бірінші шабуыл жасалды. 1941 жылы Кеңес одағының Германия бастап кірді. 1945 жылы Ұлы Отан соғысы аяқталды. Қазақстандық 500 мың адам батыр атанды. Ұлы Отан соғысы 1941 жылы 22 маусымда басталған және Ресей одағында Ресейге бастырып кірген. Және ол 1945 жылы 9 майда аяқталған. 1945 жылы Рейхстагқа Рахымжан Қошқарбаев ту тіккен. Қандай жоспармен бастырып кірді? Кейде барбаросы жоспармен Ресейді 6-8 аптада басып аламын деп ойлады. Бірақ бұл ойы іске асады. Және 497 қазақстандықтар Кеңес одағының батыры болды. Мысалы, Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батыры болып саналды. Жақсы, тамаша. Үшінші тапсырма, QR код әдісі арқылы жауап беру. Батырлар өмір жолында портреттер жасайды. Батырлар тұлғалық қасиеттеріне баға береді. Ал құрметті оқушылар, жаңа көрдіңіздер QR код арқылы алдарыңызда сурет берілді. Сол туралы қысқаша өздеріңіз топтарыңызды ақылдасып айтып жіберіңіздер енді. Қайсы топта? Рахымжан Қошқарбаев тобынан бастайық. Суретте Фронға Рысбек денеленген, Фронға Рысбек ол біздің ауылымызда батыр атанып, Кеңес одағының батыры атанады. Ол 1941 жыл Ұлы Отан соғысында ерліктер көрсетеді. Суретте Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының бір мүшесі. Панфилов ол Москва станциясында генерал-майор болған. Бүгінгі бекіту сұрақтары 4-ші тапсырмамызда Word Wall сұрау. Және сұрақтарды сіздерге екі топқа оқып беремін. Сіздер өздеріңізді нұсқауларын жауаптарыңызды айтасыздар. Бірінші естіеміз. Ұлы Отан соғысы қашан басталды? Қай топ айтады? 22 маусымда басталды. Екінші сұрағымыз. Бауыржан Момышұлы қай жылдары өмір сүрді?
Екінші сұрақ, Бауыржан Момышұлы қай жылдарда өмір сүрді? Қандай? 1910 жылы дүниеге келеді, 1987 жылы 82-ші. 82 жылы. Қай күнді жеңіс күні деп тойлаймыз? Қай топ айтады? Кәдімгі 9 май. Қай жылы еді ол? 45 жылы. Батырлары Қазақстанда қанша болды? Кәдімгі несі? 497. 497. Оның 97-сі қазақ азаматы болған. Қазақ азаматы болған. Бауыржан Момышұлыны тағы кім деп танимыз біз? Бауыржан Момышұлы ол ақын, жазушы. Оқушылар бүгінгі сабақтың қорытындыда дара тұлға Бауыржан Момышұлы мәтін ерлік пен ерліктің тікесінде, батырлық пен батылдықтың иесінде, асылдық пен жасындықтың үлгісінде аты аңызға айналған баһадүр батыр Бауыржан Момышұлы тау тұлға. Ол кісінің өмір жолы сұрапыл соғыс жылдарындағы жан қиямет ерлігі, өжеттігі мен өрлігі, алдылығы мен көрегендігі, біле білгенге ұлы тәрбие, үлкен өнеге мектебі. Оқушылар алдарында стикерлер тұрады, кері байланыс жасайық. Енді мына тақтада көгершінге қас деген әдіс арқылы сіздердің мына соғыс туралы ойларыңызды өздеріңіз сол стикерге жазып, мына тақтаға шығып асуларыңызды сұрамыз.